Allahu Akbar, Allahu Akbar. Екі ресімде 100 түйені сол пайғамбарды өлтірген адамға 100 түйе берейін деп тұр. Ал бір мұсылман, мысалы айтайық, пайғамбарымыздан кейін бір мұсылманның өзіне келейік біз. Пайғамбардың құны енді өте үлкен ол. Бір мұсылманның құны қандай десеңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Уәлләзи нәфси биядихи", жаным өзінің иелігінде болған Алламен ант етемін дейді. "Лазавалу дуния ахвану аля Аллахи мин қатлир раджулил муслими биғайри хаққин" дейді. Бір мұсылманды өлтіргенге қарағанда, қараңыздар, бір мұсылманды өлтіргенге қарағанда мына дүниенің жойылып кеткені артық дейді Аллаға. Көрдіңіз ба? Бір мұсылман, бәлкім ол күнәсі бар шығар, бірақ ол тәубе жасайды, бірақ ол Құдайды мойындаған, Алла тағаланы маңдайымен мойындаған ол. Алланың халал дегенін тек сол тірілтіп жүр, Алланың харам дегенінен тек сол қашып жүр. Кім жердің бетінде періштелер сияқты Алла тағаласының разылығын іздеп жүрген? Мұсылман. Сондықтан бір мұсылманды өлтірудің өзі дейді ол, оған қарағанда мына дүниенің күллісі құрып кеткен артық дейді Алла тағала. Мына дүниеде құн жоқ дейді. Тек мұсылманның тынысымен ғана, сол үшін ғана жалғасып жатқан дүние бұл. Мен сондықтан осы жерде құрметті жаман, мұсылман деген атаудың өзін бағалаңыздар. Кейінгі замандарда әртүрлі жаңағындай атаулар шығады, нелер шығады. Мұсылман деген атты жаңғыртыңыз. Мұсылман деген ат көміліп қалды, зәм-зәм көміліп қалғандай кезінде. Басқа атаулар, басқа шарттар пайда болды. Мұсылман деген сөзді күшейтіңіз өз араңызда. Бір-біріңізге. Мысалы, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай: "Ла тадхулул жанната хатта туъмину", жәннатқа әсте кіре алмайсыңдар дейді. Ал иман келтірмейінше. Жақсы иман келтірдік дейік, Алланың қалауымен, разылығымен, кеңшілігімен. Сонда айтады: "Вала туъмину хатта тахаббу", иман келтіре алмайсыңдар дейді. Бір-бірлеріңді сүймейінше, айыбыңмен, күнәңмен бір-біріңді, мұсылман болғандықтан кімде айып жоқ, кімде қателік жоқ, бір-біріңді қашан сүйесің, пайғамбарды сүйдің дегенің сол кезде ғана расталады. Өйткені әрбір мұсылман пайғамбардың жалғызы, есіңізде болсын, жалғызым деп қарайды саған. Сол үшін оған шапағат берілген, сол үшін түнгі тахаджуд үзілмеген, осы мұсылман тозаққа кетіп баратқан мұсылманды құтқару үшін. Мақаума Махмуд деген жаңағы үлкен дәрежені қарайтын болсаңыздар.